Сәлем достар, бүгін біз сіздермен пигуди тамағына дайындайтын боламыз. Алдыменен ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз. Менде ұнымыз електен өткізілген. Осылай кішкене ұнымызды салып, оның үстіне бір қасық дрожжымызды салып, араластырып, тағы да үстіне бір қасық тұзымызды салатын боламыз. Осылай барлығын араластырып, жақсылап қамырымызды илеп, жылы жерде 1-2 сағатқа қойып қамырды ашытып алатын боламыз. Мен осылай ыдысымызға кішкене ғана сұйық майды құйып, туралған 2 дана пиязымызды салып қуыратын боламыз. Менде ет тартылған ет, осылай үстіне етімізді салып қуырамыз. Қатты қуырып қызартудың қажеті жоқ. Осылай кішкене ғана араластырып қуырсақ соның өзі жеткілікті. Осылай туралған капустамызды салатын боламыз. Оны да араластырып, осылай қуырамыз. Енді үстіне осылай бір ас қасық томат саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Жақсылап араластырып қуырамыз. Мен үстіне бір дана сабыз салдым, жопадан өткізілген, және 2 дана картошка салдым. Картошка маңызды емес, ол өздеріңіздің қалауларыңызға қарай салынады. Және мен универсальный приправа қостым, кішкене дәмді болу үшін. Осылай барлығыны жақсылап араластырып, бетіне жауып 5 минуттай дымдайтын боламыз. Міне біздің салмамыз дайын. Енді біз ашыған қамырымызды алып, қамырымызға кішкене ғана сұйық майды құйып, осылай кішкене майлап, қамырды бөліктерімізге бөліп аламыз. Қатты үлкен немесе кішкене етпей, кәдімгі пирожкидің қамыры сияқты етіп, осылай бөліктерге бөліп аламыз. Сосын барлық бөлгендерімізді осылай домалақ етіп алатын боламыз. Тағы да айта кететін жайт, мен салманы қуырғанның себебі кішкене тамақ дәмді, майға қуырылған соң кішкене дәмді, сулы болып шығады, тамақ құрғақ болып қалмайды. Міне барлығын осылай домалақ етіп болған соң, үстіне осылай жауып 10-15 минуттай қойып қоямыз. Менде қамыр тағы да көтеріліп шықты. Енді осы қамырымыздың барлығына бірдей етіп, біркелкі етіп жайып аламыз. Осылай бірдей барлығына жайып алсақ, салмамызды барлығына бірдей етіп салып, бөлуге де ыңғайлы болады. Қамырымыз қатты жұқа, или қалың болмау қажет. Міне осылай ақырын жайып аламыз. Міне мен қамырымыздың барлығына жайып болдым. Енді жаңағы қуырылған салмамызды барлығына бірдей етіп бөліп салып шығамыз. Ішіне салманы көптеу салған дұрыс. Көптеу болса тамақтарыңыз әдемі, дәмді болып шығады. Міне мен барлығына салып біттім. Енді осылай пигудиімізді түйіп алатын боламыз. Енді қайнамаған суға қойып 1 сағаттай пісіретін боламыз. Қайнамаған суға қойсаңыздар, пигудиларыңыз жақсы тағы да көтеріліп, әдемі болып шығады. Енді тамағымыз піскенше біз осылай 2 дана сәбізімізді терканың ірі тістерінен осылай өткізіп алатын боламыз. Бұл біздің пигудиіміздің арасын ашып, соған қойып жеуге жақсы.
әдемі дәм береді. Осылай барлығына теркадан өткізіп алған соң, мен чим-чим деген приправадан бір қасық қостым. Дәміне қарай тұз қосамыз, және бір ас қасықпенен сұйық май қостым. Міне осылай барлығын қосқан соң, қолымызбенен жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне біздің осылай салатымыз дайын болды. Енді піскен пигудиларымыздың араларын ашып, осылай сәбіздерімізді, салатымызды салып, осылай жеуге болады. Және бетіне майонез, кетчуп салсаңыздар